сізге ұнайды деген ойдамын, иә? Бұл ертегінің аты Мақта қыз бен мысық ертегісі. Ал ертегіні тыңдау үшін барлығыңыз әдемі отырып, құлағыңызды маған бұрайық. Жақсы ма? Ертеде Мақта қыз деген қыз болыпты. Және оның мысығы болыпты. Бір күні Мақта қыз үйді сыпырып жүріп, үйден бір мейіз тауып алады. Мейізін тауып алып, мысығын шақырады. Мысығым, келші дейді. Мысық келмейді. Мақта қыз естімеген шығар деп тағы да мысығым, келші деп тағы шақырады. Мысық келмейді. Ай, келмесең келме, мейізді өзім жеп аламын деп, Мақта қыз мейізді жеп қояды. Сол кезде мысық келеді, майысып, ұйқысынан оянып, мені неге шақырдың дейді Мақта қызға. Мақта қыз айтады, айтпаймын деп ашуланып қалады. Мысық болса, айтпасам сүтіңді төгіп тастайын дейді. Мақта қыз да ашуланып кетіп, олай болса мен сенің құйрығыңды кесіп аламын дейді. Сөйтіп мысық сүтті төгеді, Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады.